Ассалаумағалейкум достар, мен бүгін сіздерге Алтын Орда мемлекет жайында айтамын. Алтын Орданың құрылуы. Алтын Орда Жошы ұлысының орнына құрылған алғашқы ірі мемлекеттердің бірі. Жошы ханның баласы Бату ханның кезінде орда Алтай тауының Дунай өзеніне дейінгі ұлан-ғайыр жерді алып жатқан үлкен мемлекет болды. Орталығы алғашында Еділ бойындағы Сарай Батуда болса, кейіннен Сарай Беркеге көшірілген. Алғашқы кезде Алтын Орда мемлекеті деген ұғым болмаған. Орыс деректерінде бұл атау тек 15 ғасырлардың аяғында пайда болған. Шыңғыс хан және оның ұрпақтары туралы жазылған Шыңғыснама шежіресінде сақталған. Осы шежіреде мынандай аңыз бар. Шыңғыс хан Жошы ханның туған өзінің Бати, Ежен, Шайбан деген үш немересіне алтын босағалы Ақ Орда, күміс босағалы Көк Орда, болат босағалы Боз Орда тіккізген. Алтын босағалы ордаға Батиді кіргізіп Жошының орнына хан сайласа керек. Алтын Орда деген атау осыдан пайда шыққан тәрізді. Сөйтіп Жошы ұлысының орнын алтын босағалы Ақ Орда кіріп таққа отырған. Батидің басқаруымен Алтын Орда мемлекеті құрылған. Жазба деректерден басқа да түсініктер бар. Бір деректе Жошы ұлысының қарамағында жерлер ғана Алтын Орда деп аталса, ал екінші бір деректерде Бати мен оның мирасқоры Беркенің иелігіндегі Еділ бойы мен Кавказдың терістік жағын Алтын Орда деп атаған. Бати хан Алтын Орданы құрушы Моңғол ханы 1227-1255 жылдары Алтын Орда билеген. Мұсылман деректерінде Бати хан әділ адам болғандығын айтылады. Ол мұсылман елдеріне әрқашан қамқорлық жасап, оларға мешіт салдырып, діни әдет-ғұрыптарды жүргізуге көмектесіп отырған. Сондықтан да ол мұсылмандардың ең жақын қамқоршысы деп есептелген. Парсы тарихшысы Жубини Бати ханның әділеттілігі туралы былай деп жазған. Оның ордасы саудагерлердің барлық жерлерге келіп жатты. Олар түрлі тауарлардан әкелді. Ол Бати хан тауарларының барлығын алғызып, оның үстіне бағалы артығымен төлейтін отырған. Ал орыс жинамаларында Бати ханның Алтын Орданың экономикалық қуатын арттырып, қалалық өмірдің жандануына ерекше көңіл бөлгенін айтылады. Алтын Орданың күшеюі. Жазба деректерде Бати ханның Алтын Орда хандық еткен алғашқы жылдары туралы мағлұмат жоқ. 1235 жылы бүкіл Моңғолдық құрылтайда батысқа жорық жасауға шешім қабылдаған кезден бастап Батидің есімі тарих деректерінде айтыла бастайды. Батысқа жасалған жорық 7 жылға 1236 және 1242 жылдарға созылған. Осы жорықтың нәтижесінде батыс елдері жаулап алынып, Алтын Орданың шекарасы батысқа қарай кеңейіп күшейе түскен. Осыған кейін солтүстік Кавказ, Қырым, орыс князьдіктері мен шығыс Европа елдері өздерінің тәуелділігін мойындап, Алтын Ордаға алым-салық төлеп отыруға мәжбүр болған. Алтын Орданың саяси және экономикалық жағдайынан. Берке хан 1257 және 1266 жылдары өзбек, 1312-1342 жылдары хандардың кезінде жақсы дамыған. Әсіресе Беркенің кезінде Алтын Орда мен Египет сұлтаны Бейбарыс ханның арасында байланыс күшейе түсті. Қазақ даласының Египет еліне құлдыққа сатылған барған Бейбарыстың Мәмлүк мемлекетінің әйгілі сұлтаны болғаны белгілі. Бейбарыс өзінің әскери өнердің асқан шебері ретінде таныта біледі. Мемлекеттік билік басында келгеннен кейін ислам дінінің өркендеуіне атсалысты. 1262 жылы Алтын Орда ханы Беркемен өзара достық қарым-қатынас орнату үшін өз елшісін жіберді. Мұнан кейін екі ел арасында әскери және сауда, діни, мәдени байланыстар орнайды. Орда беделінің өркендегенін көрсететін бірі жағдай Берке ханның Моңғол империясына тәуелділігін мойындамай, бүкіл Моңғолдық құрылтайға қатысудан бас тартуы. Бұл жағдай ұлы хан Мөңке 1259 жылы қаза болғаннан кейін Алтын Орданың өзінің алдында тәуелсіз күші мемлекет болғанын айқындай түседі. Берке хан Алтын Орданың одан әрі күшейте түсуі үшін мұсылман дінін қабылдайды. Әзірбайжан жерінде мешіт салдырады. Орта Азияда мұсылман дінінің орталығы болған Үргеніш, Бұқара қалаларымен байланысты күшейтеді. Алайда ескертетін бір жағдай: Берке хан исламды қарапайым халық арасында
таратууга кулсунбаган. Ол исламды мусулман элдермен карым-катнашты күчөйтүү максатында колдонгон. Берке хан Кавказ жерин жорукта 1266-жылы каза тапкандан кийин онун ордуна Менгу Темир хан келет. 1266 жана 1280-жылы хан тагына отурат. Бул кезде айтарлыктай саясий жарлык бола коймогон. Дегенмен Менгу Темир хан өзүнүн Египеттеги байланысында кедерги жасауга тырышып отурган эки элдин арасында Византияга каршы 1271 жылғы жорукка чыгат. Бирок Византия императору согуштан бас тартып, бейбит келисимге теңизги боюндагы калалар менен сауда катнасын жаксарткан. Мындай жагдайда Кырым боюна орналашкан түрк тилдес калктар менен байланыштын дамуу жолун ачты. Әсиресе Ногай сыяктуу кол башчылардын бедели көтөрүлген. Ногай бул ордасы курулуунун баштапкы негизи эди. Алтын Орданын саясий жагынан мемлекеттик беделинин көтөрүлүүгө зор үлес коскон хан Токтахан болду. Бул Иран, Кавказ элдери менен сауда байланысын жандандырып, Египет мамлюктерине тыгыз карым-катнаста болгон. Әсиресе Алтын Орданын ерекше күчөйүп гүлдөнген кези Өзбек хан менен онун баласы Жанибек хандын бийлик эткен тұстары болды. Өзбек ханның қалалық өмірдегі дамуына қатты көңіл бөлген. Ол сарайда беркеде жаңа имараттар мен мешіт салдырып, қаланың көркейткен. Қалаларда медресе салдырып, мұсылман дінінің таралуына себебін тигізген. Ол өзінің Египет сұлтанына жазған хатында өзінің елінде дінсіздердің азайғанын хабарлаған. Сөйтіп Өзбек ханның кезінде мұсылман діні мемлекеттік дін болып жарияланады. Алтын Орда қоғамдық құрылысы. Шыңғыс хан ұрпақтары ұлыстың басқару жүйелері бір-біріне ұқсас болды. Хандық үкімет хан ұрпақтарының иелігі болып табылды. Егер хан өлсе, не інісі, не ханның баласы хан орнына тақ отыратын. Билігі жүріп тұрған хан тұқымының әрбір өкілі белгілі бір аймақтан түсетін алым салыққа ие болып отырады. Ол пайдалы өзінің сарай тұрмысына және әскер қажетіне пайдаланған. Алтын Орда хандарының ислам дінін қабылдағаннан кейін іс жүргізу жұмыстарын түрік жазуымен, дәлірек айтқанда орта ғасырдағы ұйғыр жазуымен жүргізген. Мұнда ескі қағаздардың жазушыларды білгішілер, яғни хатшылар деп атаған. Ұлыстың аумақтық бөлшектерінің билеушілері әмірлерге, мыңдықтық нояндарға, ал нояндар бекілербекке бағынған. Ал азаматтық істегі уәзірлер билік жүргізген. Жалпы Алтын Ордаға жошы ұлысының мемлекеттік басқару жүйесі толығымен сақталған. Мемлекеттік ұлыстарға, ал ұлыстар ұсақ үлестерге бөлініп басқаратын. Азаматтық басқару билігі түрік әулеттерінен шыққан мәлік деп аталатын жергілікті әкімдер арқылы жүзеге асырылған. Дарағулар өзінің бекітіліп берілген иелік басқаратын. Алым салықтан жер кезінде әрі дұрыс жиналуын қадағалаған. Сонымен қатар халық санының өткізу, әскер жинауға байланысты қатысын ұйымдастыру сияқты жұмысты атқарған. Әскери істерді бекілербек басқарса, азаматтық билік уәзірлердің қолында болған. Алтын Орда мемлекетінің басқару жүйесіндегі басқақтар маңызды орын алады. Олар басқару қызметін атқарумен қатар жергілікті халыққа әскери бақылау жүргізеді. Кейбір жерлерде салық жинаумен де айналысады. Алтын Орда орасан зор аймақты алып жатқандығымен іс тәжірибесі бар, сауатты және ел басқаруға даярлығы мол адамдардың құрылған орасан үлкен әкімшілік аппарат қажет болған. Ол қызметтердің негізінде мұсылмандар мен буддистердің тұрған. Өздері моңғолдар көп жағдайда түріктердің ықпалына түсіп, түркіленіп, түрік тіліне көшіп, ислам дінін қабылдай бастаған. Сонымен Алтын Орда мемлекеті 17-ші ғасырлардың өзінде мұсылмандық мемлекетке айналады. Алтын Орданың әлсіреуі 15-ші ғасырдың екінші жартысында Алтын Орданың ішінде алауыздық күшейеді. Хандық биліктің үшін тартыста 1359 және 1379 жылдар арасында 20-дан астам адам хан болып тағайындалады. Ұлы Алапат деген атпен мәлік болады. Осы ішкі талас тартыстың әлсіреген Алтын Орда Мамай қолбасшылық еткен
әскерді 1380 жылы Куликов даласында Дмитрий Диновский бастаған орыс әскерін жеңеді. Орыс әскерін жеңеді. Осы шайқастан кейін Алтын Орда ханы мүлде әлсірейді. Бұл әлсіздікті пайдаланған Жошы ханның екінші бір ұрпағы Тоқтамыс Әмір Темірдің көмегімен Алтын Орданың билігін өз қолына алған. Биліктің нығаюы үшін 1382 жылы Мәскеуден басып кіріп, қаланы өртеп жібереді. Мәуереннахр мен Кавказ елдеріне бірнеше рет жорық жасайды. Әмір Темір ордаға бірнеше рет шабуыл жасап, өзі әлсіреп тұрған мемлекетті бас көтере алмастай етіп тұртылады. Алтын Орда 17 ғасырдың ортасында Ақ Орда, Ноғай Ордасы, Сібір, Қазан, Қырым, Астрахан хандықтары болып бөлініп кетеді.